Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, сәлеметсіздер ме? Мен өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жамбыл облысы Талас ауданы Берікқара ауылдық округінің әкімі Смайылов Ербол Тандыбекұлы. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Талас ауданы Берікқара ауылдық округі әкімінің аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары, әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттарды материалдарды бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қоғамдық ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Тараз 24 телеарнасына берілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландыру тақталарында және Жамбыл облысы табиғи ресурстық табиғат пайдалану реттеу басқармасының интернет ресурстарында орнатылды. Қоғамдық тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио және бейне жазба жүргізілуде, яғни көріп отырсыздар өздеріңіз. Одан бөлек қоғамдық тыңдаулар кезінде нақты тұжырымдалған қаралатын мәселенің мәнін ашпайтын немесе тыңдау тақырыбында қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар есепке алынбайды. Тыңдау барысында және чатта бейәдеп сөздер айтуға, қорлау, сипаттауға сөздерге жол берілмейді. Баяндама жобасын әзірлеуші Казэкопромстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жобаның тапсырыс беруші Талас аудандық Берікқара ауылдық округі әкім аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында өткізіледі. Оларды тиісті әкімшілік аумақтық бірлік әкім аппараты немесе жергілікті атқарушы орган өкілі төрағалық етеді. Яғни Берікқара ауылдық округіне қарасты Майтөбе және Қожағаппар ауылдары бірге өтіп жатыр қоғамдық тыңдаулар. Сонымен қатар қоғамдық тыңдаулардың хатшы таңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Хатшы ретінде кандидатура ұсынылады. Казэкопромстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Амзекулов Алмас Момынханұлы. Қарсы еместер? Қарсы емес. Хатшы сайлау нәтижелері қолдағандар, қарсы қалыс жоқ. Бірауыздан қоғамдық тыңдаулардың хатшы ретінде Амзекулов Алмас Момынханұлы кандидатурасы бекітілсін. Енді регламент бойынша тоқталып өтейік. Баяндамашыларға эмиссия нормативінің жобасы, рұқсат етілген шығындар жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бағдарлау бағдарламасы, қоршаған ортаны жөніндегі жоспар 10-15 минут. Келсеңіз ғой? Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың ұсыныстары мен ескертулер жариялау, баяндама талқылауға 15 минут. Ұсыныстар мен ескертулерге 10 минут, қорытынды шығару 5 минут. Осы бір дауыс беріп алайық. Дауыс нәтижелері бойынша қолдағандар, қарсы қалыс ешқайсылар жоқ. Сөз ой болатын болса, Тілеубаев Әділет мырзаға беріледі. Саламатсыздар ма? Берікқара ауылдық округінің тұрғындары, біздер Берікқара ауылдық округінің қарасты коммуналдық мемлекеттік мекемесіне қарасты екі қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны бар. Ол Майтөбе ауылының полигоны и Қожағаппар ауылының полигоны. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Жамбыл облысы Талас ауданы Майтөбе ауылы Берікқара ауылдық округі аумағында орналасқан номер 1 полигонның жалпы ауданы 1,5 гектарды құрайды. Жобаға сәйкес қызмет көрсетілетін халық саны, Майтөбе ауылының халық саны 1770 адам деп берілген. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонның оңтүстігінде 1045 қашықтықта Майтөбе ауылы орналасқан. Полигонның батыс жағынан Тараз-Қаратау бағытындағы автомобиль тасжол өтеді. Полигонның орналасуы санитарлық, экологиялық талаптарға сәйкес келіп, тұрғын аймақтардан қауіпсіз ара қашықтықта орналасқан. Аумақты шаруашылықта пайдаланудың негізгі бағыты қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтау,
оқшаулау және залалсыздандыру болып табылады. Полигон қызметі атмосфералық ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануын болдырмауға, сондай-ақ кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру тудыратын микроағзалардың таралуынан алдын алуға бағытталған. Полигонда қоқыс тасымалдайтын автокөліктердің үздіксіз түсірілуі қамтамасыз етіледі. Полигонға келіп түскен қоқыс тасымалдаушы көліктер жұмыс картасының жанында түсіріледі. Қоқыс түсіру алаңы екі бөлікке бөлінеді. Bir бөлігінде қоқыс тасымалдайтын көліктер жұмыс істесе, екінші бөлігінде бульдозер тығыздау жұмыстарын жүргізеді. Түсіру алаңындағы көліктердің орналасуы әрбір көліктің кедергісіз кіріп шығуын қамтамасыз етеді. Санитарлық аумағы бойынша жобаға сәйкес кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағы 1000 метр болып есептеледі. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында барлығы 5 атмосфераны ластаушы көздер бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 4-еуі ұйымдастырылмаған көздері. Ластаушы заттардың шығарындылары 12 зиянды заттан тұрады. Нормативтік шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар көлемі жылына 5,6 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 1,13 тонна, газ тәріздес және сұйық заттар 4,2 тоннаны құрайды. Бізден 2026 жылдан бастап 2035 жылға дейін есептелген нормативтер. Содан кейін бізде қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленген. Бұл жерде полигонға тасталатын қалдықтардың түрлері ол қатты тұрмыстық қалдықтар және күл қалдықтары. Барлығы жылына 703 тонна қалдық есептелген. Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары әзірленген. Оның ішінде қоршаған ортаға әсер ету мониторингі 90 сайын тұрақты жүргізіліп отырады. Көшеттер отырғызу және күтіп-баптау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары, жабдықтар мен көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілуіне жол бермеу, экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстары жүргізіліп отырады. Табиғатты қорғау акциялары, жарыстарға және сенбіліктерге қатысу жұмыстары қарастырылған. Назарларыңызға рахмет. Полигондар бойынша сақтарыңыз бар болса қойсаңыздар болады. Жаңағы не бойынша полигонның орнын ауыстыру бойынша не айтасыз? Ауыстыруға дейінші мәселе осы тұсынан жатыр. Өйткені шығу жоқ бізде өндірістік кооператив жаңа бар. 50 гектар қазір шатаспасам 50 гектар не егіп жатыр. Жоңышқа. Содан бізде жеріміз бар. Сондықтан осы полигоннан шыққан қалдықтар, атап айтатын болсақ, баклажка, енді айта берсек көп қой. Макет, бәрі солардың сеткісіне жапсырылады, көрдіңіз ме? И бұл жерде мынандай болып жатыр. И сол сеткеге жапсақ, и түбінен ала келіп өртеп кетіп жатыр. Өрт қауіпсіз болады дейді, көрдіңіз ме? Мен осы соңғы екі өрт несі оқиғасы тіркелді, и екеуі сол тірліктен болды. Так, не істейміз, қалай болады осы туралы не айтасыз? Негізі егер нететін болса, бағана шаруа қожалықтар сізге ұсыныс тастау керек қой, ауыстыру бойынша. Сосын сіздер ол полигонды неге шығарып, ЖКХ-ға жіберіп нету керек, актімен жауып тастау керек, рекультивация жұмыстары жүргізу керек. Көміп нету керек қой, қалдықтарын бәрін жауып тастау керек. И басқа жерден уже санитарлық бағанағы экологиялық талаптарға сәйкес ауылдың ақ шетінен бағана негізі радиус бар ма? Қанша? 1000 метр ғой, 1000 метр радиуста орналаспау керек. Ішіне орналаспау керек. Ішіне төгілетін, жаңа атап өттіңіз, қатты қалдықтар ішіндегі тұрмыстық деймін, күл кіреді ғой? Қазір бұрын күл нететін, өйткені көп нелер ауылдар газ алмаған еді ғой. Газ көбісі газ өткен ғой. Талас ауданында бұл күл қалдықтар сол қалды енді. Бетар ғой ма? Основной қатты тұрмыстық қалдықтар ғой. Тұрмыстық қалдық. Тасталатын. Рұқсат берілген. Строительный болмайды. Строительный қазір ол отходтарды, қоқыстарды бөлек полигон жасап, бөлек нетіп тастау. Мына жеке меншікке беру үшін не істеу керекпіз? Неден бастайды, осыны айтыңызшы. Жеке меншікке беру үшін әкімшіліктен нету керек қой. Оның несі ме? Ол бюджеттен ақша қарастыру керек. Ішін келмейді ғой. Ақшасы неге сол мәселе. Қаланың ішінде де қазір көп нәрселер ақша төлеп жатса да бәрі неге ақшалар жетпей жауап алып құрметті әріптестер, бұл кісілердің келіп отқан себебі эмиссияға тек қана рұқсат беру болған, түсінесіздер ме? Енді бізде
осы салада жүріп жатқаннан кейін осы салаға жауапты мені түсіріп кетеді, полигон таза емес дейді, ауыл тұрғындар жолайды осы жерде деп жатқан Айдарова Майра әпкеміз осыған жауапты. Бүкіл қоғамдықтарымыз сол жақта немен жүріп жатады, өртеп жатамыз, жасыратын ештеңесі жоқ. Бүкіл ауылдан шыққан осыны біз енді жүйеге келтіре алмай жатыр, көп көрдіңіздер ме, әңгіме айтып жатыр. Осы процесті бір ретке келтіре алмай жатырмыз. Сол үшін айтып ғой, қазір Талас ауданында не жасалып жатыр ғой, коммуналдық тұрмыстық қалдықтарды басқару бағдарламасы жасап жатыр. Соның ішінде бәрін қарастырып жатыр. Бағана айтып анау тазалық қаратау деген организацияға береді, ол кісілер уже кішкене жұмыс жүргіземіз деп жатыр ғой. Барлық ауылдарда. Ол уже ақыл түрде ғой, тұрғындар тарапынан жоқ, оларға бюджеттен ақша қарастырып жатыр бөлек. Бөлінеді, сосын ол кісілер өздерінің ақша бар да бюджеттен өздері жұмыстардың бәрін жүргізеді. Бекітілсе болды, маслихатпен бекітілсе уже жұмыстар уже 26-тан бастап, июльдан бастап іске жүзеге асырылады. Пока маслихат несінен өткен жоқ, қалай өтеді солай қалды. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Онда қорытындылайық, 2026-2035 жылдарға арналған қоршаған ортаның эмиссияларға экологияға рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасына орналастыратын болады. Назарларыңызға рахмет. Қысқаша осы бейне баяндаған өшіріңіз бұл. Келгендеріңізге рахмет. Хаттамаға қол қойып жіберсеңіздер қатысушылар. Одан кейін вопрос. Эмиссия сіздер разрешение бересіздер?